Саламатсызбы, Гүлмира? Қалыңыз қалай? Департамент көсімнұсыдан ғой бұл Алматы. Иә, танып отырмын. Қалыңыз қалай? Базаевқа Мираның атын. Жаңа мен сұрайын деп едім, номенклатура бойынша бізде бірінші отдел по работе с юридическими лицами, да, изменения внесли, бұрынғы утвержденный, бұған дейінгі утвержденный номенклатура дел бар ғой? Иә. Содан документ бір-екі пунктты алып тастады, оның орнына басқа екеуінің орнына бір пунктты қосты. Соның несін приказдан, Минкультураның приказынан об утверждении перечня типовых документов. Сол жерден мен несін көре алмай жатырмын жаңағы. Қалай айтатын еді? Мынау тыңдап тұрмын. Иә, 0523 деген 0523 деген переписка с другими госорганами, вообще с госорганами деген бар да, 0523. Бұрынғы утвержденный номенклатурада солай болған. Енді олар көбісінің кейбір жерлерін алып тастағаннан кейін, бұл жоғарыға қарай көтерілу керек болды жаңағы 0523-ті. Алып тастадыңыздар ғой, иә? Иә, алып тастағаннан кейін, жоғарыдағы пункттарды алып тастағаннан кейін, бұл енді переписка с вышестоящими организациями деген 0523 көтерілу керек болды да. Бірақ мен болама жаңағы қалдырғандарды, астындағыларды көтердім, алып тастағандардың орнына көтеріп, бірақ переписканы сол 0523 қылып, өйткені базада бұрын сондай болғандықтан, базада енді кетті ғой ол 0523. Индексін қалдырмақшысыз ғой, иә, сонда? Индексін. Индексін қалдырмақшымын да, ал ана түбіндегілерді, исключать еткен пункттардың орнына қоюыма болады ғой, да? Иә, болады. Себебі сіздерде электронный база деп тұрсыздар ғой, иә? Электронный базаға болады, сіздер ауыстырғыңыз келмей тұр. Иә, электронный болатын болса, қалдырсаңыз болады, иә, перепискаға нақты. Сосын, карта өзіміздің отделдің номенклатурасында 04-102 дегенде, бұрынғы утвержденныйда ведомстволық мұрағат деген 04-1 Иә. Ведомстволық мұрағат біздің отделда қосымша ретінде. Сол жерде сұрағым болып тұрғаны сараптау комиссиясы туралы ереже деп тұр да? Орысшасын айтайын ба? Жоқ, айта беріңіз, қазақша түсінікті. Сол жерде мен өзімше енді сарыға белгілеп қойдым. Иә, көрдім жіберген номенклатурамызды. Соны қалдырайын ба, қалдырмайын ба, ол неден болмағанда? Комиссия құрамы осы бұйрықпен бекітіледі. Ал осы бұйрықтың негізінде сіздер арқарай комиссияның жұмысын реттеулеріңіз керек қой. Сол үшін сараптау комиссиясының ережесін жасайсыздар. Бұл ережеде біздің сараптау тексеру мәдениет басқармасы жанындағы сараптау комиссиясының тексеру комиссиясының несімен бекітілу керек, отырысымен бекітілу керек аталған ережеде. Сіздерде екі түрлі ереже болады. Ведомстволық архив туралы ереже және сараптау комиссиясы туралы ереже. Екі түрлі ереже болуы тиіс. Енді болмаған болса, енді жасалады алдағы уақытта. Ол жерде қалай, ненің основаниесімен жасаймын, мен не жасаймын? Үлгілік қағидалар бар, 575-ші. Сол қағидалардың негізгі қосымшаларында бар бұның үлгісі қалай жасалу керек. Жағдай болып жатқан кезде мен сізге электронды форматын жіберем, қалай жасалу керек, қалай дұрыс нұсқасы бар. Соны жіберем, сізге өзіңіз жасап. Формасын бере аласыз ба? Иә, формасын берем, деп түрде. Нақты. Екі ереженің, да? Иә, нақты белгілі бір формамен ғана жасалады ол. Әр мекеме өзіне жасамайды, белгілі бір формамен жасалады. Сосын номенклатураңызды жалпы қарап шықтым мен. Номенклатураңызды алдыңғы жіберген номенклатураңызды. Біраз істер номенклатурасының жүйеленуі дұрыс емес, бұзылған. Енді соны реттеп шықсақ, содан кейін сақтау мерзімдерінің көбісі 263-ші тізбемен емес, ескі тізбемен қойылыпты. Енді мен бәрін қарап шығып жатырмын, енді үлгергенімше. Соң электрондық форматын жіберем сізге тексеріп болған соң. Содан кейін келісу белгісін қарап шықсам, келісу белгісі сіздердің ескі сараптау тексеру комиссиясының белгісін қойыпсыздар.
жақсы